Бүгін Рональдтың жолы болды. Жұмысынан ерте кетуге мүмкіндік туды. Және кешкі қарбаластан қашып құтылғанына қуанды. Бірақ бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Дәл осы сәтте кешкі тығыз уақыт басталды. Жүздеген адам үйге асығып, метро станциясы халыққа лық толды. Адамдар бірін-бірі итерместен әрең сыйып тұрды. Бірақ бәрі ойлағандай болмай шықты. Көзін ашса, өзі орындықта отыр. Тыныштық. Жан-жағында ешкім жоқ. Платформа бос. Бірде-бір адам көрінбейді. Әншейіндегі у-шу жоқ. Бәлкім пойыз кешігіп мен ұйықтап кеткен шығармын, деп ойлады ол. Сағатына қарады. 6:45. Дәл осы уақытта станцияда тұрған еді ғой. Сол сәтте пойыз келіп тоқтады. Іші де бос. Жолаушы жоқ. Рональд кіріп отырды. Бұны сәттілік деп қабылдады. Бос вагонда жалғыз жүру сирек бақыт. Пойыз жүргеніне 15 минуттай өтті. Бірақ бірде-бір станцияға тоқтаған жоқ. Тіпті терезеден ешқандай станция көрінбеді. Қап-қараңғы. Сағаттағы уақыт сол күйі өзгермеген. 6:45. Өй, арзан темір, деді ол ашуланып. Дұрысын алу керек еді, мынаны алғанша. Телефонын қараса, байланыс жоқ. Жарығы да жанбайды. Көңіл түсірмей біреуді табу үшін вагондармен жүріп өтті. Бірақ әр вагон бос. Ішінде мүлдем ешкім жоқ. Терезеден қарасаң, қара түнек. Жарық туннель, белгі, ештеме жоқ. Тек қана қап-қараңғы. Бірақ біртүрлі сезім мазасын алды. Біреу бақылап тұрғандай. Өзінің назар ортасында тұрғанын іштей сезді. Бірақ жанында ешкім жоқ. Қорқыныш жайлап келе жатты. Бірақ ол өзін жұбатуға тырысты. Мүмкін пойыз бағдардан ауытқан шығар. Машинистке барып онымен кездесу керек, деп айтты. Вагонның соңына жеткенде пойыз тоқтады. Дымда дыбыс жоқ, дөңгелек үнсіз, тек өлі тыныштық. Сол кезде сырттан бір дауыстар естіле бастады. Мен басында оны құтқару қызмет деп ойлап қалдым. Бірақ неге қап-қараңғы? Мүмкін мен үшін қап-қараңғы, ал ол жақта жарық бар шығар деп ойладым. Бірақ терезенің ар жағында қорқынышты беттерді көре бастадым. Біртүрлі біреулер жүр, жарықсыз, бірақ қозғалып жатқаны анық. Мен айқайлауға тырыстым, бірақ даусым шықпады. Айғайым тамағымда тұрып қалды. Дыбыссыз айқай. Кенеттен сыбыр. Барлық жақтан естіліп жатты. Артынан жылаған айқай, түсініксіз гүл, айналасынан қорқынышты дыбыстар басты. Төбеге қараса, адамдар тұр. Бүкіл вагонның үсті адамға толы. Барлығы Рональдқа қарап тұр. Тағы бір жарқыл. Камера ма? Біреу оны суретке түсіріп жатқан сияқты. Көз алдына кадрлар тізбегі жылт етті. Өмірінің үзінділері. Ол қорққаннан ботына тіш қоя жаздады. Бірақ бәрін түсінді. Бұл жай пойыз емес. Бір кезде ол қайттан оянды. Төбеде тек вагонның қарапайым шатыры. Әлгі адамдардың беттері жоқ. Пойыз жүріп келе жатыр. Барлығы баяғыдай. Бірақ ішкі тыныштық енді жоқ еді. Рональд ақыры машинистің кабинесіне барды. Күткендей ешкім жоқ. Басқару пульті бос. Пойызды жүргізіп отырған ешкім жоқ. Бұл Рональдтың соңғы пойызы еді. Енді ол Рональдты мәңгілік түнекке тоқтамай, ешқайда бұрылмай алға қарай алып барады.